Армысыз, қайырлы күн қымбатты көрермен. Эфирде тектілік бағдарламасы кезекті шығарылымын әдеттегідей бастайды. Бүгін біз амал мерекесі туралы сөз қозғаймыз. Тектілік бағдарламасында жыл сайын дәл осы 14 наурыз көрісу күні әрдайым талқыланады, айтылады. Бүгінгі шығарылымда дәл сол дәстүрді бұзбаймыз. Студиямыздың қонақтары әдеттегідей біздің сарапшы тұрақты маманымыз Гүлжан Тұрғанқызы және Перизат Рамазан. Қош келдіңіз, Перизат ханым. Тектілік бағдарламасында алғашқы рет келіп отырсыз. Және осы көрісу амал мерекесіне байланысты жалпы не айтасыз? Биыл қандай ерекшеліктер болуы мүмкін? Мысалы, енді өткен жылы наурыздың 10 күндігі тойланды. Оның ішінде тазару күні, береке күні, тіршілік күні деп тойланады. Оның бәрі 14 наурыздан бастап алды. Неліктен 14 наурыздан бастап алды деп ойлайсыз? Жалпы барша мұсылман түрік тілдес халықтардың мейрамы ол 21 мен 23 наурыз аралығындағы тойланатын әз наурызымыз. Қыстан аман шығып, бір-бірімізді көрісіп, жеріміз жасылға оралып деген сияқты. Соның ішінде Батыс Қазақстанның ішіндегі Маңғыстау елінде 13-нен 14 наурызға ауған күні амал күні, көрісу күні дейді, мерекесі тойланады. Ерекшелігі жаңа айтылған сияқты мал жан аман ба деп, қыстан аман шықтық деп, бір жасыңызбен деп көрісіп, амандасып, тұнау Маңғыстауда Отпан тау деген жері бар. Сол жерде, қателеспесем, теңізге дейін 532 метр жерде орналасқан, географиялық тұрғыдан ең биік, Маңғыстауда ең биік жер Отпан тау. Ол жерде алау жағылады, отта алау деген факел. Барлық рулар жиналады, 362 ағаш үй құрылады. Сондай-ақ Отпан тауда Адай атамыздың монументі салынған. Сол ескерткішке барғанша 362 сатымен жүріп, факелді отты жағады, алауды жағады. Ол жерде жыл сайын руға бөлінеді. Мысалы, Адай руының ішінде де бөлімдері бар ғой. Мысалы, Жемени руы 2026 жылының отын жақса, сол жерде ағаш үй тігіліп, мынандай әдемі дастархандай жайылып, қазақтың ұлттық ойындары ойналып, Қазақстанның әртістері келіп, концерт қойып, сондай бір керемет мейрам тойланады. Өзім Маңғыстаудың қызымын, сол жердің топырағымен көріп өскен, өзім үшін таңертеңгі 6-6:30 тұрамыз да, мына мамамыз кішкентай дөңгелек бауырсақтар пісіп жатады, кәдімгідей майдың иісі шығып, көрші балдар келеді, қолымызда пакетіміз бар, көрісіп, столдың үстіндегі тәттілерден алып, басқа үйге кетеміз. Сөйтіп, барлық үйді аралап шығамыз, көрші көлемдерімізді. Сондай бір керемет кездер ғой деймін да, қазіргі сол моменттер, сол естеліктер қазір де жалғасын тапса деген ойдамын. Өзіңіз Атыраудың келдіңіз? Атыраудың келдім. Атырауда қалай көрдіңіз? Атырауда олай тойланбайды. Атырауда ондай қазақилық көп жоқ деп айта аламын. Бар ғой енді, бірақ енді ондай Маңғыстаудағыдай мынандай ақ орамал тағып, қазақша кәжеке киіп, сәлем салу деген ондайды көрмедім Атыраудан. Бірең сараң жерлерде. Ол жақта қалай, кімдерге сәлем салып барады? Енді келіндер атасы мен енесінен бастайды, үлкен жерге сәлем салады. Сәлем салудың өзі алғыс алу ғой негізінде. Сондай бір керемет көріністер. Жаңа көрісу күні балалар келіп, жаңағы тәттілерін ауыз тиеді жатырсыз. Яғни бір естуім бір көрісу айты деп те айтып жатады. Сол сіздерде көрісу айт болып есептеліне ме? Әлде сонда балалар жаңағы бізе айттап бір-бірлеріне барады ғой, сол сияқты балдар айттап бара беретін болып тұр ғой. Барлық үйге кіріп шығып, тәттілерін алып, манағы абысынды келіндер, үлкен үйлерге сәлем салып, манандай орамалдарымен, орамал том болмай жол болады деп, сондай қазақи нақыштағы кәжеке, сондай сыйлықтармен барып, аман сау отырыңыз деп, осындай бір рулас бөлінген. Мысалы, мен өзім Жеменидің руым Жемени, Адайдың ішіндегі Жемени бөлім бәйбішесімін. Сол Жемени әулетінің барлық ұл қызы, күйеу баласы жиналып, сол жерден ас беріледі. Ал Отпан тауда ол жерде енді жыл сайын әрбір руға бөлінеді. Мысалы, 26-та Жемени ру алып факелді жақса, келесі жыл басқа руға береді. Мысалы, кешелерге беріледі.
сөйтіп яғни жыл мысалға сайын бұл жерде 362 киіз үйде отырсыз ғой, сол 362 киіз үйді сол адай әулеті тігеді. құрады, да? Яғни тек қана адай әулеті құрады. Бірақ қонаққа барлығы келе береді. Барлығы келе береді. Кім факелді жақса, сол әулет өзінің несін ұйымдастырады, иә? Дастарханын Өте жайып, тамаша. өте керемет. Өткен жылы Отпан тауында анасын арқалап барған, 100-ге келген анасын арқалап барған видео хит болып кетті, иә, таралып кетті. Жалпы бұл Отпан тауына жаңағы балалармен бару міндет пе? Кім бару керек әулеттегі? Бүкіл ру болып бару керек пе? Ол енді өзіңіздің неңізге қарай ғой, жаңағы ру болып барыңыз, бала болып барыңыз. Ол көрген, кішкентай кезінен көріп өскен, салт дәстүрді көріп өскен бала жаман болады деп айта алмаймын. 362 баспалдақ, 362 үй деп жатырсыз. Бұл енді осы батыс өңір 362 әулие тараған деп айтып жатады ғой, соған байланысты құрылған ба? Өзім енді соңғы 3 жылдықта барған жоқпын. Бұлай енді өзімнің тумаластарыма барғанда, бірақ Отпан тауға мен барған жоқпын. Мына қыз кезімдегі сол көрген нәрселерімді айтып жатырмын. Енді бұлай телевизорден көріп жүрміз ғой, бірақ өте бір керемет, күшті сезім. Жаңа факелді мысалға ұтып алу керек па, әлде ол өздері кезекке тұрады, рулар бөлінеді. Бір жылда бір рет келетін мереке, тәрбиелік мәні бар дейсіз. Ал біздің Атырауда қандай тәрбиелік мәнін алуға болады осы көрсу айттың? Енді бізде бұл Маңғыстауға енді жете алмаймыз. Әрине олар бірінші орында Гиннестің кітабында да жазылып жатыр. Ол жағынан сондықтан басымыз дейміз деп айтуға болады. Сол салт дәстүрді ұстап, сондай үлкен дәрежеде көрсетіп, кейінгі ұрпаққа үлгі қылып көрсетіп жатқандарыңызға. Ал енді біздің Атырауда енді ол жаңа кіріп жатыр. Біз енді жаңағы орысшаланып, біздің Россия жақындау ғой. Басқа неге еніп кеткен бізде, менталитет ол бізге норма болып кіріп кеткен дейді. Енді біз қазір қазақылығымызды өзіміз жайда көру, есту, оқу арқылы өзінің ортасын таниды деген сияқты біздің қазақылығымыз енді кіріп жатыр. Жаман емес, бұрынғыға қарағанда әлдеқайда көрісу амалы кеңінен етек жайып келе жатыр деп айтуға болады. Оған да мың шүкіршілік етеміз. Қазір енді көпшіліктің уақыт тапшылығына қарай ма, соған да байланысты үйме үй кіргеннен гөрі жаңағы бір отбасы әулет болып жиналып бір жерден 100 адамдап, 200 адамдап бізде мына жерде киіз үйлерді жалдап мысалға сондай ас беріп ағайын тума әулет болып көрісу амалдарын жүргізіп жатқанын көреміз. Соларды көрген кезде қуанып жатамыз. Ол жерде жаңағы құттай баладан үлкен ересек қарияларға дейін сондай адамдар көріп жатамыз. Біздің осы Нұрлытау этнопаркінде көбінесе осындай әулет болып көрісу амалдарын жасап жатады. Одан басқа өзімнің әулетімде де солай көрісу амалы келе жатыр, не істейміз деген сияқты келіндер бәрі бас қосып, сондай бір жаңа мәжіліс құрып, содан жаңа бір күнді белгілеп, сол күнге жаңа бір өзімізге қолайлы жерді таңдап, көрісу амалдарын өзіміздің әулетте де жасап жатыр. Ондай амалдарды сол көрген сайын енді бір іле береді деп ойлаймыз. Енді сіздерге сондай жағдайға жету енді бізге кішкене жұмыс керек болар деп ойлаймын. Болашақта бірақ осы қарқынмен жүре берсе де жаман болмайды деген ниеттеміз. Бұл мереке күні бір жасыңмен деп айтамыз, иә? Жалпы бір жасыңызбен, бір жасыңмен деген ол не мағынаны береді? Яғни енді жаңадан жыл келіп жатыр ғой. Бұл енді біздің қазақтың жаңа жылы ғой. Жаңа күн, жаңа ру деп жатады. Яғни күн мен түннің теңесіп, жаңа күннің басталуы деп жатады. Сол сияқты өлінің тіріліп, қайтып өсіп өну, жаңағы көктің бәрі қайта жаңа тіршілік иесінің бәрі оянып жататын уақыт болғандықтан, бұл енді және де мына қыстай біз бір-бірімен араласу қиындық болады, кішкене жол жүру, қар деген сияқты. Бұрын енді қазіргі замандағыдай пойыз, самолет немесе трасса деген болмаған. Сондықтан қыстап, айлап, жаздап, күздеп тіпті бара алмай қалатын кездері болады. Сондай кезде осындай күн жылығаны күтеді. Сондықтан осы аман есен, жаңа амал мерекесі деп айтулары да сол себептен осындай қыстан аман есен шығып, бір-біріне көрісетін халге жеттік деген сияқты осы күннің осы 14-інде көбінесе жаңағы мұздың еріп, көктің көгеріп бастайтын уақыты. Сол уақытта бәрі жаңағы жыбырлап далаға шығып бір-бірімен амандасып деген сияқты. Неге 14-ті, неге нақты 14-ті? Неге 13 емес, неге 12 емес? Соны біздер жаңағы календардан бір қарағанымыз бар. Сол өзде жаңағы түн деген өзі күн, мысалға таң намазы бір бөлек, күннің шығатын уақыты бір бөлек қой. Және
ақшам бір бөлек та күннің батқан уақыты бір бөлек, ол құптан уақыты да. Сол күннің шығатын уақыты мен құптан уақытын тексерген кезде осы 14-нен бастап жайлап бері қарай керісінше күн көбейеді екен. Оны енді біздің жаңағы байбақты бірдеңе деген күнтізбелер бар екен. Негізі ата бабаларымыздан келе жатқанда сол күнтізбе бойынша белгіленген деп айтып жатады. Сол күннен бастап күннің ұзаруы, яғни күн мен түннің теңесуі, жаңағы өлінің тірілуі, жаңаның басталуы деген сияқты бір жаңа жыл, жаңа күн деп осы күнді белгілеген деп ойлаймын. Түсінікті. Ал енді жалпы осы амал мерекесі мен Наурыздың қандай байланысы бар? Байланысы өте көп. Салт дәстүрге сайланады бірінші, екінші жаңа ұлттық киімнен бастап, сәлем салудан бастап, бір-бірімізді көрісіп, бір жасыңызбен деп амандасқаннан бастап, дастарханға отырғанға дейінгі ұқсастықтар өте көп. Мысалы, сіз мектепте жұмыс істедіңіз, иә? Мектепте қандай дәстүрді қолданады? Осы көрісу мейрамы аталып өте ме? Өтеді. Көрісу мерекесінде өзім барып амандасам, ол өзімде қалыптасып кеткен нәрсе. Есік алдында тұратын ресепшн дейді ғой, ресепшндегі қыздармен директорге дейін барып, барлығын бір жасыңмен деп амандасамын. Бізде Маңғыстаудағы бір ерекшелігін айтайын, тағы да мына қатарлас, тетелес дейді ғой, енді құрдастар дейді ғой, солар келіп былай қолды созып тұрып, былай бір иық қағысып, төс қағысып, то есть сөйтіп амандасатыны бар. Мектепте көрісу де, жаңа жыл мейрамы да, Наурыз мейрамы да тойланады. Өзім алдыңғы жылы 5-ші сыныптан 10-шы сыныпқа дейін мана бесікке салу салт дәстүрін көрсеткенмін. Бесікке мініп алып, қамшымен ұрып, жұғысты болсын деп. Негізі оны дейтін үлкен әжелер ғана жасайды ғой. Сабау, ұрып, жеті киімнің үстіне жауып дегендей, тыштырманы салдырып дегендей. Ол негізінде әжелер маған оны көріп, әжелер күледі ғой, жаман кемпір боласың деп. Сол сияқты барлығы көргеннен, білгеннен болатын дүние. Ал мысалы өткен жылы Маңғыстауда кимешек киген әжелер Гиннестің рекордтар кітабына енді, иә? Жалпы сіздерде ұлттық киімнің мәні қандай? Өте, қалай айтсам болады, бәсеке ғой бізде дейтін, Маңғыстауда дейтін. Қалай тігілді, сырып тігілді, матасына дейін тылқы мата деп барлығына мән беріп қарайды. Көбінесе манандай ақ орамалмен, келіні де, енесі де ақ орамалмен жүреді. Мен көрмеппін андай орамалсыз жүрген адамдар. Енді қазіргі жастарға меланалдарды білмеймін, зумерлер может орамалдан тастап жүрген шығар. Бірақ орамалмен всегда өзім анам, өзім шешем всегда орамалмен жүреді. Сосын енді қазір мен өзімше әдемі болып жатқан тұрмын. Ал жалпы әсіресе ол Наурыз мерекесінде. Тек сол уақытта айтып тұрсыз ғой. Жоқ, былайды орамалмен жүреді. Мен тіпті мамамның орамал шешкен көрмеппін. Орамалмен жүреді. Енем де сондай. Енем осы ру адай, бірақ Шеркеш әулетіне келін болып түскен. Енем орамалмен жүреді. Әрдайым орамалмен жүреді. Енді бұл күні көбіне кез келген үйде бауырсақ пісіріледі, нан пісіріледі, шетпек пісіріледі. Көже пісіріледі. Ол жақта тамақ дайындаудың түрі қандай? Енді неге көп мән береді? Әдемі дастархан жайылып тұрады. Өзіміз көріп өскен бал қаймағымыз бар, түйеден жасалған құртымыз бар, наурыз көжесі бар, шұбаты бар, бауырсағы бар, тары талқаны бар. Ой, шіркін, қазақтың дастарханы керемет қой жалпы да. Қай жер өңірге барсаңыз да дастарханды әдемі қылып жаятын келіндеріміз, мамаларымыз аман болсын. Жалпы бұл дәстүрдің мәні, осыған дейінгі өкпе ренішті ұмыту, бұл енді бір тәрбиелік мәні бар дүние. Одан бөлек қандай тағы бір жақсы қасиеттерге баулайды деп айта аласыз? Жастарды, оқушыларды мүмкін мысалы қазір білмейді ғой көбісі. Тәттіден басталайық. Бауырсақтың қалай пісіруі, мысалы көженің жеті затты салып пісіруі, көженің өзінің жасалуында тарихы басқаша ғой бір біздің өзіміздің сондай дәмі тәтті, ішіне дейтін қазақтың 7 түрлі тәтті тағамдары бар. Құрты бар, мысалы құрт балқаймақтарды қалай жасалатын, қазір балдардан сұраңызшы, альфа балдардан сұраңызшы, білмейді қазіргі балдар дейтін. Ал біздер көріп өскен білеміз, соны бірақ жиі айтып, жиі столдың үстіне қойылса деген ниетіңіз бар, иә? Жалпы көрісу мейрамы деп жатамыз, көрісер айт дейміз, және амал мерекесі деген бар. Неліктен амал?
Амал жаңағы айтып кеткендей, мына амал деп, мына негізі 14-ші жаңа көрісу амалына, көрісу амалы дейміз, және көрісу мерекесі деп жатырмыз ғой. Сол уақыттан бастап негізі амалдардың түрі басталады. Бесешкі, бес қонақ, қандай енді сол амалдар. Тасбақаның аударылуы. Тасбақаның аударылуы деген сияқты 5 түрлі амал негізі болады. Өзі табиғаттың бір құбылыстары болады. Яғни сол 14-ші наурыздан басталады деп есептеген. Яғни сол 14-нің өзін сол амалға байланысты қойылған деп тарихымызда бар. Өйткені сол жаңағы 14-ші мейрам күні адамдарымыз бір қатты боран болып, содан адасып, таба алмай қалған кездері болған. Сол кезде соны жаңағы ел болып іздеп, сондай бір қатты бір боранда әрең тапқан екен. Содан жаңағы осыны бір амалдың ең басы деп, амал мерекесі деп соны айтып кетуі де сол. Содан жаңағы мына қыстан аман шықтың ба деген сияқты бұл сөздің мағынасында ол да бар. Өйткені қыстың енді қанша дегенмен өзінің қаһарлы аязы бар, суығы бар, желі бар, бораны бар деген сияқты. Сондай бір қыстақтан шығып, енді әр елдің бұрынғы енді заманымызда негізі қыс қатты болушы еді негізі. Қазір ғой, қазір тіпті қысты көрмей қалдық. Климат ауысып жатыр ма білмеймін. Қай елде де қазір күн жылы сияқты. Енді мына не жақта болмаса, Ақтөбе облыстарында кішкене қар бар. Басқа облыстардың көбісінде негізі әсіресе оңтүстік өңірлерінде, осы біздің батыс өңірлерімізде де, жаңағы Маңғыстауда да көп қыс бола бермейді. Болса да тез еріп кетіп жатады. Сондықтан жаңағы баяғы қысты еске алатын болсақ, ол шын мәнісінде ол қыста адамға бір-біріне жету қиын болады. Наурызды ұзын сары деп айтады, иә? Ұзын сары дегеніміз не? Ұзын сары деп енді мына қанша дегенмен мына қыста көбінесе жаңағы не сояды ғой, соғым сойып жатады ғой адамдар. Қыстың алдында, аяз басталар кезде бір соғымдарын сойып, қыста ешқайда шыға алмайды, тамақ болмайды. Сондықтан сойып алып, сол іште жеп жатайық деген ниетпенен соғымдарын қақтап сақтайды. Оның ішінде жаңағы осы наурыз мерекесіне қайта бір қазыны сақтайды. Неге? Өйткені мына қазы сорпаны көжеге қосады. Сол жаңағы ұзын сары деп сол қазына дәметкен балаларға жаңағы қой ол ұзын сарынікі тиіңдер деп ол жаңағы нені қазысын салдатпайды екен. Басқа жаңағы еттерді алып асып жесе де жаңағы бір қазы болса да қалсын, ертең мына неге көжемізге қосамыз деген сияқты ырыммен қалдырған негізі. Соны ұзын сары деп атау себебі де сол. Жуанның жіңішкеретін шағы дейді, иә? Самарқанның көктасы жібіген шағы дейді. Ол аңыздардың да бір мағынасы бар, иә? Қандай білесіз бе сол аңыздарды? Әрине, енді мынау аштықтан шыққан сияқтымыз ғой. Қыста мал да азып кетеді, өйткені шөп жоқ. Ішетін су да дұрыс қатып қалып жатады. Сол сияқты адамдарда жаңа азық түлігінің бәрі азайып, енді жаздай жаңағы жинаған жиын теріндерінің бәрі азаятын уақыт. Енді біз жаңағы жазда енді жеміс жидек, даладан алатын жейтін нәрсе көп қой, егіп шығаратын деген сияқты. Қыста ештеңе шығара алмайсың. Барыңды жейсің, нарыңды жейсің. Сол сияқты жаңағы малдың өзін қыстауға айдап, жазда жайлауға айдап солай жатады. Сондықтан жаңағы жаздағы малдардың өзі семіз болады, бақуатты болады, сүтті болады деген сияқты. Сол сияқты мынау жаздың жаңағы қыстың уақытында жаңағы малдар да төлдемейді ғой. Олар да жаңағы сауылып, жаңағы суалып жатады. Соның салдарынан жаңағы жіңішкенің үзілетін күні деп айтатын да сондықтан. Жасыл жібекке малдың енді аузы тиетін күні. 14-нен бастап 22-сіне дейінгі тойланатын наурыз мерекесінде тағы қандай ерекшеліктерді атап өте аласыз сол күн аралығындағы? Сіз айтқан сияқты, мысалы, боранды күндерде алыстағы ата-әжелерімізді көру кей кезде арман болады. Ол кезде қазіргідей мына өзіңіз айтқан сияқты самолет деген, пойыз дегендей болмайды. Жете алмайсың, тез жете алмайсың. Ата-әжелерімізді көріп бір мәз боламыз, марқайып. Алыстағы тумаластарымызды көріп марқаямыз деген сияқты. Оның да өзіндік бір сағынысып көрсетеді екен ғой. Енді осы көрісу мерекесін басқа да облыстарда тойлау негізі бастамасы көтерілген болатын, керек пе? Әрине керек. Қалай, қандай бастама айтар едіңіз, қандай идеяларыңыз бар осы туралы? Қазір өзіміз мынандай үлкен жер үйде тұрмасақ та, көп қабатты үйлерде тұрамыз. Көп қабатты, мен осы Атырауға келін болып түскенде өзімше жаңағындай жет шелпек дейді ғой, жет шелпекті таратып жүріп,
есік қаққанда ешкім ашпады. И өзім біртүрлі болып жаңағы пакетке салып алып сырттағы балдарға ұстаттым да. Сондай қарапайымдылықтан басталады ғой негізінде. Өңірдің халқына байланысты ғой ол да. Мысалы ауыл халықтары көрісу мерекесін жақсы тойлайды. Мысалы Құрманғазы ауданында мен туып өскен ауылда кәдімгідей үйдегі кәмпит жинау, кішкентай балалардың ол дәстүр сақталған. Шашу жинау бәрі сақталған. Енді қала халқы мен ауыл халқының айырмасы ғой сіздің айтқыңыз келіп отырған, иә. Қалада тіпті есік ашпайды. Даже өзіңнің тумаласың үйіңе барып тұрып телефон соғасыз ғой. Баруға бола ма деп. Мысалы бұрынғы ондай емес қой. Бұрын тек ой кел, отыра сал кел, шай ішеміз деген сияқты. Сондай бір тәрбиеге тіреліп тұр ғой айналғанда дейтін. Балдарымыз соны көріңіз екен. Мынау мысалы әжең, мынау әженің мысалы бәленше қарт әжең или қарт атаң деген сияқты, мынау кәрін ағашың деген сияқты қылып таныстыратындай. Міне мен мысалы осындай жерде кәрін ағашым бар деген сияқты дастарханмен адамның сөзі жаңағы диалогы құралады ғой. Сондайлардан бастаған жақсы деп ойлаймын. Одан кейін Қарапайымдылық, адамгершілік, татулық, бірлестік деген сияқты. Мысалы, дәл осы батыстың мерекесін басқа өңірдің халқы тойласа қалай болар еді? Керемет болар еді. Айырмасы болады деп ойлайсыз ба? Енді болады ғой. Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа деп. Болады. Жалпы көрісу кезінде жаңағы бір-бірімен төс қағыстырады, иә, айттық. Одан басқа қандай тілектерді айтып бере аласыз? Қандай тілектер, қандай баталар айтылады? Көрісу енді жаңағы үлкен кісілерден бастап жаңағы амандасу, көрісу амалын бастайды ғой. Негізі ең жақын көршілерден бастау керек дейді. Сол көршілерден бастап, көршілердің ішіндегі үлкендерден бастап, әрине ол амандасып көріскеннен кейін бәрі батасын беріп жатады, жақсы тілектерін айтып жатады. Батаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер деген сияқты бұл сондай бір баталы болуға тәрбиелейтін және кішінің үлкенге құрмет көрсетіп, үлкеннің кішіге ізет көрсететін тәлім тәрбиенің негізі деп айтуға болады. Бұл негізі көрісу амалында үлкен тәрбиелік мән жатыр. Оны енді терең түсінген адамдар қолға алып, оны жандандырады деген ойдамын. Ол жаңа айтады ғой, жақсыны білуден күтпе дейді, жақсыны өзіңнен баста, жақсының жаршысы болу дейді. Сол сияқты әркім өзінен бастай беру керек. Жаңа мына кім біз айтып отқанда, жаңа шелпегімді алып, ана үйге бардың, мына үйге бардың, болмағасын балдарға бердім деген сияқты. Балдарға берсеңіз де, ол балданың бір күліп қарағанның өзі үлкен сауап, садақа, ол сіздің алдыңыздан шығатын бір ерекше. Оның ішінде жаңа жетім бала болатын болса, сіз білмейсіз ғой, танымайсыз. Онда сізде тіпті жұмақтан бір ақша шығаратын іс болған болар. Ол тіпті былай қарағанда бір кішкентай ғана іс сияқты. Бірақ оның тәрбиелік мәні және алар жаңағы сауабы да үлкен жоғары екенін қазіргі жастар әсіресе соны біле білмейді. Соны көрсете алатын, енді біздер қазір дене болатын шақтамыз. Соны біз көрсетіп, айтып, өзіміздің үйімізде отбасымыздан бастай берсек, айтады ғой, өзін түзесе әлем түзеледі деп. Сол сияқты әркім өзінен бастап, мына ұлтжанды, өзінің салтын дәстүрін құрметтейтін рухы биік азамат пен азаматшалар солай бастай береді деп ойлаймын. Бар білгенін, жаңа айтады ғой, көршісі жақсы болса дейді, көршінің баласы да жақсы болады дейді. Сол сияқты мына бір-біріне айтып, бір-біріне көрсету арқылы іле береді адамдар. Сол сияқты біреудің тіпті сәлемінің өзі, осы баланың сәлемі ерекше, осы сәлеміне қарап айтып отырам, осы балаға ұқсап амандасыңдар деген сияқты әңгімені айтып отырады. Осы сәлемнің, амандасудың өзі бір тәлім тәрбие өнеге. Ол және ол амандасудың өзіне қарап, тіпті мына Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның бір несінде таңғалғаным, немерелерінің өзі бірінші ол амандаса алмайды деген. Оның соншалықты амандасуға үлкен мән беретіні, соншалықты амандасу кімге бірінші амандаса, соған сауабы көбірек жазылады екен. Сондықтан сол сауапты алу үшін еш уақытта тіпті жаңағы немерелердің алдында да бірінші сәлем беріп, мысалы біздер отырамыз ғой, кішілер бізге сәлем берсін деген сияқты, жоқ, амандаса беріңіздер. Үлкенге де, кішіге де соны көрсете білуіміз керек. Ол амандаспаса, амандаспады, мынау бетпеді, мынау сөйтпеді деген сияқты сын сөз көп қой бізде, тәкаппарлық ол. Жоқ, біз
мұхаммед алейхисаламнан ұлы емеспіз, иә. Сондықтан біз одан да кіші болуымыз керек деп ойлаймын. Иә, шынымен де көрісу мерекесінің негізгі мәні ол сәлемдесу ғой. Ізеттіліктің, сыпайылықтың белгісі. Енді қазір енді әлеуметтік желі дамыған уақытта неше түрлі интервьюлар алынады, иә. Блиц-опрос жүргізіледі. Сол айтып, мысалы, кез келген жастарға барып, бір жасыңызбен десе қалай қабылдар едіңіз деп ойлайсыз? Басқа адамға барып, мысалы, бір жасыңызбен деп айтып қалсаңыз, кенеттен келеді енді. Білмеймін, шынды ма дейтін шығар. Бірақ өзім құшақтап амандасар едім. Мейлі кішкентай 3 жастағы болсын, 1 жастағы бала болсын, үлкен ата әже болсын, о деп жүр үйге келіңіз, шай ішіңіз деп. Неше түрлі жастары бар, мысалы, тіпті сәлем беріп тұрсам да сәлемін алмайды, қарап тұра береді ғой. Қарап тұратындар да бар. Ол маңызды емес, маңызды өзің үлгі болып, өнеге болып жүре білу. Дұрыс айтасыздар. Иә, жалпы көрісу мерекесін бүкіл Қазақстанда тойласа тіпті керемет болар еді, иә. Қазір тойланып жатқан сияқты, басқа мысалы мен танитын өзімнің достарым бар, басқа өңірде өмір сүріп жатқан. Қазір бізде тойлайтын болдық, бізде көрісу амалын, олар да көрісу амалы болған кезде бір жастарыңмен деп келмесе де открыткаларын нелерін жіберіп жатады. Яғни олар да көрісу амалына мән беріп жатыр деген сөз. Біртіндеп, шынымен де тойлап басталып келе жатыр. Қымбатты көрермен, сіздерге де бір жастарыңызбен алда келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Осымен біздің эфирлік уақыт аяқталды. Атырау телеарнасы әр шаңырақта қосылу болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.